Мақтағыз бен мысық ертегісі. Ертеде мақтағыз бен мысық екеуі бірге дос болыпты. Екеуі үнемі бірге ойнап қыдырып жүреді екен. Бір күні мақтағыз үйін жинап жүреді. Сөйтіп, ол жерден бір мүйіз тауып алады. Бөлісіп жемек болып, мысықты іздейді. Мысығым, мысығым, қайдасың, мысығым, дейді. Мысық жауап бермейді. Ол кезде мысық ұйықтап жатады. Мақтағыз жерден мүйіз тауып алып, өзі жеп қойғанын мысыққа айтады. Мысық оған ашуланады. Сөйтіп сүтті төгіп кетіп қалады. Мақтағыз ашуланып, мысықтың құйрығын жұлып алады. Сен маған сүт алып кел, сосын мен саған құйрығыңды беремін, дейді. Мысық сүт алу үшін сиырға келеді. Сиыр, сиыр, маған сүт берші, дейді. Сиыр, сен маған жапырақ бер, мен саған сүт беремін, дейді. Жапырақ алу үшін ағашқа келеді. Ағаш, ағаш, маған жапырақ берші, дейді. Мен қатты шөлдеп кеттім. Сен маған су бер, мен саған жапырақ беремін, дейді. Су құйып жүрген қызға келіп, маған су берші, дейді. Қыз айтады, сен маған сағыз бер, мен саған су беремін, дейді. Дүкеншіге келеді. Дүкенші, дүкенші, маған сағыз берші, дейді. Сен маған жұмыртқа бер, мен саған сағыз беремін, дейді. Жұмыртқа алу үшін тауыққа келеді. Тауық, тауық, маған жұмыртқа берші, дейді. Сен маған дәм бер, мен саған жұмыртқа беремін, дейді. Мысық келе жатып, алдынан тышқанды кездестіріп қалады. Үйіңде не бар, айт, дейді. Үйімде дәм бар, дейді. Онда алып кел, дейді. Тышқан мысыққа дән әкеліп береді. Мысық дәнді тауыққа әкеп береді. Тауық оған жұмыртқа береді. Рахмет, тауық, дейді. Жұмыртқаны дүкеншіге алып келеді. Дүкенші сағыз береді. Рахмет, дүкенші, дейді. Сағызды қызға келіп береді. Қыз оған су береді. Енді суды алып, мысық ағашқа келеді. Ағаш оған жапырақ береді. Рахмет, ағаш, дейді. Мысық жапырақты алып сиырға келеді. Сиыр оған сүт береді. Рахмет, сиыр, дейді. Мысық сүтті қызға әкеліп береді. Қыз оған құйрығын береді. Осыдан кейін мақтағыз бен мысық екеуі бірге қайтадан дос болып, бірге баяғыдай ойнап, бірге қыдырып жүреді екен.